Қайырлы күн, қыздар. Бүгін сіздермен үй жағдайында тез дайын болатын кефсидің рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге 1 килограмм кефси қанаттары, 10 грамм чеснок, паприка 1 үлкен қасық, жарты шай қасық қара бұрыш, дәміне қарай тұз, 3 үлкен қасық кетчуп қажет болады, соевый соус 15 грамм, сұйық май 10 грамм. Кефси қанаттарын маринадтап кем дегенде 3 сағатқа немесе 1 түнге қалдыруға болады. Үш сағаттан соң маринадтаған тауықтарымызға жаңағы 4 ас қасық дайын ұнтақ дүкеннен сатып алған. Соған жарты стақан суымызды құямыз. Араластырып, жақсылап араластырып аламыз. Бұл кляр болады. Сол жаңағы дайын ұнтағымызды дүкеннен сатып алған екінші ыдысқа салып аламыз, қыздар. Кефси қанаттарын біртіндеп ұнтаққа аунатып, қорғанға дайындап аламыз. Қызып тұрған майда орташа отта пісіреміз.
Міне KFC-міз дайын болды. Дастарханға ұсынатын кезде сырный соуспен, кетчуппен ұсынуларыңызға болады. Лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.